Ерте жүктілік неге әкеліп соқтыруы мүмкін? Қыз баласы физиологиялық тұрғыдан ана болуға әлі дайын емес уақытындағы ерте жүктілік ауыр асқынуларға әкеліп соқтырады. Жасөспірімдік жүктілік бұл кәмелет жасқа толмаған жасөспірім қыздардағы жүктілік жағдайы. 12 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірім қыздардың арасындағы болатын жүктілікті ерте жүктілік деп айтамыз. Ерте жүктілік деген не? Ерте жүктілік 13 жас пен 19 жас аралығындағы болатын жүктілікті айтады. Осы уақытта қыз балаларда өтпелі жас кезеңі басталып, гормонды қайта құрылу жүреді. Медицинада 18 жасқа дейінгі болған жүктілік ерте жүктілік деп саналады. Ерте жүктілік немен қауіпті? Жүктілік кезінде ағза күшейген тәртіпте жұмыс істейді. Жүрек қан тамыры, эндокриндік жүйе және де ішкі органдарға үлкен жүктеме артылады. Бұның қиындығы жасөспірімнің гормондық қайта құрылуы, жүктіліктің қайта құрылуға жүктелгені. Жас аналарда көбінесе плацентарлық тапшылық, анемия, токсикоздар болады. Қыз балалардың ағзасында осындай жүктемелерге әзір емес болады. Ерте жүктіліктің нәтижесі. Бұл мәселеге әлеуметтік тұрғыдан қарағанда қыз бала білім алу мүмкіндігінен шектеледі, жұмысқа орналасу және карьера құру мүмкіндігінен айырылады. Жүкті болған жасөспірім қыздар аборт жасатуға бейім болады. Түсік жасату денсаулыққа зиян. Әйелдердің көпшілігі түсік жасатқаннан кейін ешқашан бала бола алмауы мүмкін. Түсіктен кейін әр үшінші әйелдің өміріне қауіп төндіретін асқынулар туындайды. Жасөспірім қыз балаларда ересек әйелдермен салыстырғанда түсіктен кейін асқынулардың туындауы 2,5 есеге жоғары болып отыр. Қазақстанда кәмелетке толмай жүкті болу және де аборт жасату сияқты мәселелердің жастар арасында әсіресе әлеуметтік желіде қызу талқыланаты байқалады. Ерте жүктіліктен қалай сақтануға болады? Проблемамен күресудің ең үздік тәсілі проблемадан сақтану. Жоспарланбаған жүктіліктен сақтанудың тәсілдері туралы ата-анамен жиі әңгімелесу керек. Жыныстық тәрбие туралы кітаптар оқу қажет. Ең алдымен жастардың бойына рухани тәрбиенің дәнін егіп, имандылық пен инабаттылыққа тәрбиелеуге міндеттіміз. Ел болам десең, бесігіңді түзе, тәрбие тал бесіктен басталады деп дана халқымыз айтқандай, парасатты, зерек, кішіпейіл, адал, адамгершілігі мол ұрпақ ұлтымыздың басты құндылығы. Саналы да білімді жас ұрпақ болашағымыздың кепілі. Бала тәрбиесінде ең маңызды рөл атқаратын әрине ол өзінің отбасы екенін мәлім. Сондықтан да әр ата-ана балаға тәрбие берумен қатар сол берілген тәрбиенің ұрпақ болашағы үшін маңызды екенін ескерген жөн. Қыз тәрбиесі ұлт тәрбиесі екенін ұмытпайық.